2 миллион жыл қазақ өркениеті аяқталмақ. Неге біз жартқаламдықтар қазақтармен күреске түспеске? Кез келген жартқаламдық оның нағыз күшін көргісі келетінін айтады. Оны батырға құрту қандай аянышты. Зұлым азаптаушы барлық жартқаламдықтың билеушісі. Жақсы, сен өзгелерден өзгешесің. Тіпті жартқаламдықтар ең қорқынышты жартқаламдықтың қаһарына ұшыраудан қорқады. Мен о бастан жеңілмейтін едім, маған ешкім керек емес. Қазақстан тарихының 2 миллион жылында мен 13 күшті жауынгерді таңдаймын. Қазақтың ең мықты батыры Қабанбай. Мен өзіме сай қарсыласты таптым. Бүкіл қазақтың мақтанышы, тұңғыш боксшы Бекзат Саттарханов. Мен мұны қаламаймын, бірақ бұл сайыс. Массагет халқының атақты ханшайымы Томирис. Бұл қылышта аңғал қазағымның терең ойлары жатыр. Тарихымызды білетін кез келді. Жартқаламдықтардың арамдығына қарсы бізде айлаға көшеміз. Жартқаламдықтар әскер жинамайды. Жартқаламдықтар ақымақтық жасамайды. Жартқаламдықтар бір-біріне мұқтаж емес. Бұл жартқаламдықтың табиғаты. Біз о бастан идеал жаратылыспыз. Жеңіс тек өліммен анықталады. Қазақтар ендігі бейбітшілігіне жете алады ма? Адамдар, зерттеулеріңді тоқтатыңдар. Өйткені біздің жеңуіміз керек жау. Сендер телескоппен зерттеп жүрген жартқаламдықтар.